Діни сауат ашудың халық үшін маңызы қандай? Қаншалықты адамға керек? Құдайдың алдына барған кезде де білімді адамның дәрежесі жоғары болады. Исламға қатысты нәрсенің барлығын араб қолы дейді. Қазақтың өзінің бір ерекшелігі бар. Біз осындай болу керекпіз. Халыққа қандай білім беріп жатсыздар? Толықтай білім алатын жағдай жасаймыз. Біреулер дәстүрге қарсы шығады, псевдосалафизм дейміз, ваххабизм дейміз. Дәстүр деген не үшін керек? Ел үшін, жұрт үшін, халық үшін, дін үшін. Әлі де сол осындай әңгімені қозғап жүр ме? Сіздің айтқан ойыңызды естіп қаламыз. Бұған не себеп болып отыр? Діни фанатизмға, популизмға беріліп кеткен адамдар дейміз. Кешке қарай жұмыстан келіп жас қыздармен, Бұған не себеп болып отыр? розовый очкимен қарайды дейміз ғой. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз бүгінгі сұхбатымызда ұлттық құндылықтарымызға, дәстүрімізге деген құрмет тақырыбында әңгіме қыламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Ақмола облыстық Науан Хазірет мешітінің наиб имамы Ұлан Беркінбайұлы. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уалейкум ассалам, қош көрдік. Енді менің бірінші сұрағым, жалпы кейінгі кездері біздің қоғамда, соның ішінде әлеуметтік желіде осы ұлттық құндылықтарымызға, дәстүрімізге деген бір құрметсіздік бар сияқты. Оның ішінде енді теріс ағымдар да бар, немесе тіпті өздерінің бір енді қатты зайырлымыз деп санайтын адамдар да бар, дінімізге, дәстүрімізге тіл тигізіп жатыр. Осы жағдайлардың негізгі шығу төркіні неде деп ойлайсыз? Бұған не себеп болып отыр? Рахмет сұрағыңызға. Жалпы біріншіден айтқым келетін дүние, біз енді дін маманы ретінде, дін өкілі ретінде осы мешітте қызмет етіп жатқаннан кейін дін мен дәстүрді бір-біріне қарсы қою, дінді дәстүрге, дәстүрді дінге қарсы қою, бұл біріншіден бір білімсіз адамдардың бір ісі деп білеміз. Екіншіден осы біздің халқымызға, жұртымызға, мемлекетімізге бір пайдасы тиетін емес, керісінше зияны тиіп жатқан адам деп білеміз. Өйткені біздің дінімізде ешқашанда дәстүрге бір қарсылық білдіргенін білмейміз. Бабаларымыз да сан ғасырлардан бері осы ислам дінін ұстанып келді ғой. Ханафи мазхабын, матуриди ақидасын, сенімін, наным сенімін ұстанып, және де екінші қанаты ретінде дәстүрін бірге ұстанып келді. Қазіргі таңда да өкінішке орай осы бір таңда діни тұлғалардың арасында бір мұсылман қоғамда да кейде осы бір сіздің айтқан ойыңызды естіп қаламыз. Дәстүр деген не үшін керек? Дәстүр деген мүлдем ол адамға керек жоқ, дін ғана болса болды деген секілді. Болмаса бір адам жоқ, дін неге керек? Дәстүр бізге жеткілікті деген секілді көзқараста жүрген адамдарды білеміз. Бірақ тарихты қарайтын болсақ, ислам тарихын қарасақ, пайғамбарымыз бізге үлгі ғой. Пайғамбарымыз алғашқы осы ислам діні келген кезде, мұсылманшылық келген кезде, ардақты пайғамбарымыз сол заманда Меккеде болсын, Мединада болсын қалыптасқан өздерінің бір салттары, дәстүрлері болған. Соны тамырларынан балта шапқандай шаппаған, қандай да бір салт болсын, қандай да бір дәстүр болсын, дінге қарсы болмаса, онда оны ұстанған, білген. Өздерінің заманында, пайғамбарымыз саллаллаху заманында Мединалық халқының өздерінің бір мерекелері болған. Мысалы, көктемде бізде көрісу күні деген секілді мейрамдар бар ғой. Дәл сондай бір форматта халық осы көктемде бір тойлайтын мейрамдары болған. Сол мейрамдары болған кезде ардақты пайғамбарымыз оларды тыймаған. Яғни бұл нені көрсетеді? Дін мен дәстүр, салт ол бірге жүретін бір үлкен бір құндылық. Жаңағы дін дегеніміз Алла тағаланың берген бір аманаты, бір жолы, тура жолы. Дәстүр дегеніміз сол діннің негізінде пайда болған, жаңағындай бір уақытпен, заманмен, бір халықтың арасында пайда болған бір заңдылықтар ғой. Әр ұлттың, әр жердің, әр елдің өзінің дәстүрі, салты бар. Сол үшін де оны жоққа шығаруға болмайды. Әлеуметтік желіде де қазіргі таңда өкінішке орай кез келген адамның бір ой қалдыра алады, бір мәселеге байланысты, білімі болсын, болмасын. Сол үшін де оның негізгі мәні, негізгі себебі ол жаңағы білімсіздіктен және де бір халыққа деген бір қастандық деп білеміз. Енді жаңағы айтып өттік қой, біреулер дәстүрге қарсы шығады, біреулер дінге қарсы шығады. Осы дәстүрімізге қарсы шығып жүргендер, ол қоғамда бар белгілі бір ағымдар, діни ағымдар, оны псевдосалафизм дейміз, ваххабизм дейміз. Жалпы бұндай ағымдардың қазіргі таңда қарқыны қандай? Әлі де сол осындай әңгімені қозғап жүр ме негізі осы жалпы өздеріңіздің өлкелеріңізде? Біз енді осы Ақмола облысы Көкшетау қаласында қызмет жасап жатқаннан кейін әлбетте осы жаңағы псевдосалафизм, ваххабизм ұстанатын жамағаттар бар. Мешітке келеді әлбетте. Бір сапта тұрып жамағатпен намаз оқиды. Біздің артымызға тұрып намаз
оқиды, бірақ арасында әлбетте дәстүрді мойындамайтын, әлі күнге дейін жаңағы салтты мойындамайтын адамдар бар. Бірақ қарқыны бұрынғыдай өсіп жатқан жоқ деп жеке өзім байқаймын. Себебі қазіргі таңда осы мәселеде әлеуметтік желіде болсын, мешіттерде болсын, басқа ұйымдарда болсын, көптеген алдын алу шаралары, жұмыстар көп жүріп жатыр. Шынымен де ұлттық құндылықтарымызды, жаңағы дәстүрлі дінімізді халыққа насихаттауда үлкен көптеген қызметкерлер, көптеген ұйымдар үлкен қызмет жасап жатыр ғой. Бірақ бәрібір оларды жоққа шығаруға болмайды. Сонда мынау 90-шы жылдарға қарағанда қазір уже бұрынғыдай емес, иә? Ондай емес, иә. Бәсеңсіген. Бәсеңсіген, иә, дұрыс айтасыз. Енді қазіргі таңда мына әлеуметтік желіден байқайтынымыз негізінен мынау діншілдік фанатизмнен гөрі дінсіздік фанатизмі күшейіп тұрған сияқты. Яғни бұл ассалаумағалейкум деген сөзге қарсы шығады. Жалпы мынау исламға қатысты нәрсенің барлығын араб қол дейді. Бұл жаңа арабтың салты, арабтың киімі деген сияқты сондай бір әңгімелер естиміз. Осы туралы не айтасыз? Иә, жалпы әрбір ұлттың өзінің бір құндылықтары бар ғой, ерекшеліктері бар. Ол өзінің күнделікті тамақ ішкеннен бастап, иә, қонақ қарсы алуы болсын, әрқайсының өзінің бір мәдениеті, салты бар. Араб халқының өзінің бір ерекшеліктері бар. Иә, киімге қатысты болсын, түске қатысты болсын, қазақтың өзінің бір ерекшелігі бар. Сол үшін де кез келген дін, және ислам діні ол бір ұлттың, бір халықтың мәдениетін, бір халықтың ұстанып жүрген бір жеке өзіне ғана қатысты бір мәселелерін басқа бір ұлтқа, басқа бір халыққа, қалай деп айтсақ болады, оны үгіттемейді. Оны үгіттемейді. Жаңағындай араб құл деп айтып жүргендер шынымен де кейбір енді қоғамда жаңағындай ниқаб киіп алып, қара киімге тек қана қара киім ғана біз кию керекпіз деген бір қазақ қара көз қыздарымызды көреміз. Олардың барлығы діни фанатизм деп білеміз. Өйткені біздің дініміз ешқашанда бір сен әлбетте кең киін, орамал киін, кимешегіңді ки деп айтылады, салтымызда да дәстүрде. Бірақ та осы бір түске неге жабысып қалған? Дін саған қара киім деп айтпайды. Сен тек қана өзің ұятты жерін жауып жүрсің болды. Осы діннің шақыратын дүниесі дегенде, жаңағындай арабтардың өзінің ыстық күндер киетін өздерінің көйлектері бар. Соны кейбір жаңағы бауырларымыз буквально қабылдайды да, жаңағы фанатизм тұрғысынан қабылдайды да, біз осындай болу керекпіз. Араб бізге идеал. Біз араб секілді болу керекпіз дегенді қабылдайды. Жоқ. Бізге шындығында пайғамбар әлбетте араб болды, саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ та ол бізге өзінің бір хадисінде айтқан, араб пен араб еместің арасында ешқандай айырмашылық жоқ деген. Яғни араб басқа бір ұлттан бір құнды жоғары емес деген дүние. Тек қана адамдардың арасында өлшенетін дүние не деген? Ол тақуалық деген. Құдайға деген сенім, Құдайға деген шынайы ықылас деген. Кімнің ықыласы жоғары? Яғни ол жоғары деген сөз. Құдайдың алдында беделі жоғары деген сөз. Көрдіңіз бе? Ал ұлт мәселесінде, киім мәселесінде, жаңағыдай дін мәселесінде фанатизмдік тұрғыдан қарау, ол жаңағындай соқыр ерулік деп білеміз. Енді осы өзіміз айтып отырған проблемалардың алдын алу үшін жалпы не істеу керек? Мешіттің тарапынан не істеліп жатыр? Әлбетте бұл енді қазір қоғамдағы мәселе, өте бір күрделі бір мәселелердің бірі деп білеміз. Ол үшін әлбетте біріншіден менің жеке көзқарасымда діни негізді, ұлттық құндылықтарымызды, ұлттық наным сенімдерімізді, біздің бабаларымыз сан ғасырдан бері ұстанып келе жатқан дінін, дәстүрлі дінімізді кеңірек насихаттау. Бірінші, насихаттап, оған түсіндіру. Екіншіден, әрбір ата-ана өзінің баласына, үйіндегі ұл қызына осы діни тұрғыдан да дұрыс тәрбие берсе, дұрыс негіз қалыптастырса. Өйткені қалай болмасын, бала ол үйіндегін сіңіреді ғой. Содан кейін қоғамнан алатыны бар дегендей. Сол үшін әрбір ата-анада соның бір үлкен бір жауапкершілік екенін білсек. Біз өкінішке орай қазіргі таңда ата-ана баламды киіндірсем, ішкізсем, тоңдырмасам, болды, мен негізі міндетім осы деп кейде шектеліп қаламыз. Материалдық жағынан. Материалдық жағынан қамтамасыз етсек болды дейміз. Бірақ бұрынғы біздің аталарымыз не істеген? Бірінші не істеген? Тәрбие жағын. Ұят мәселесін сіңірген. Үлкенді құрметтеу, кішіге ізеттілік таныту. Алла көріп тұр, Алла біліп тұр деген дүниені бірінші үйреткен ғой. Одан кейін бірақ материалдық жағына жаңағы үйленген болса бөлек жаңа үй тігіп берген, малын алдына салып, міне өзің бөлек отау болдың деп жағдайын жасаған. Сол үшін де осы бір дүниелерге қатты көңіл бөлсек деп ойлаймын мен. Енді жалпы
Өзіңіз айтып отырсыз, халықтың негізгі діни түсінігін қалыптастыру керек, жаңағы адаспау үшін. Осы мешіттердің тарапында, мешіттерде сауат ашу курстары бар, иә? Соның жаңағы жұмыс туралы айтып берсеңіз, жалпы халыққа қандай білім беріп жатсыздар? Бізде енді осы орталық мешітте, қалалық мешіттерде білікті, білімді, жоғары білімді ұстаздар бар. Жігіт, ер азаматтарға, ер ұстаз бар, әйел азаматшаларға, қыз балалары, әйел ұстаздар сабақ береді. Күнделікті бізде қандай сабақтар болады? Құран үйрету болады, ислам негіздерін үйрету сабақтары бар, Құран тәпсірі бар, Құранды түсіндіру, фих, ислам заңнамасы бар, жат ағымдардан сақтану жолдары, ақида сабақтары, дәрістері бар, орысша, қазақша болып жатқан дәрістер бар. Және ерекше бір астын сызып айтқым келетін дүние, міне осы жақында, осыдан 3-4 ай бұрын осы Көкшетау қаласында медресе ашылды. Жақия Қажы мешітінің қасында арнайы медресе ашылды. Ол жерде, ол медресенің мақсаты біріншіден ол жерде жатып оқитын, Құран жаттайтын шәкірттер болады. Екіншіден күндізгі бөлім. Кез келген адам келіп, жаңағы расписание бойынша, кесте бойынша сабақ алып, өзіне керек бағытта сабақ алып үйренсе болады. Ол жерден енді шынымен жаңа Құран жаттаған, сертификат беретін, сертификаты жарайтындай деңгейде жасалынады. Сондай Яғни жоспар. осы өңірдің халықтың діни сауатын көтеруге өзінің үлесін қосатын орындарының бірі болады. Иә, үлкен үлес қосады. Өйткені Қостанай, Петропавл қаласында, осы Көкшетау қаласында шынында ондай медресе жоқ. Осы бір солтүстік өңірде діни ахуалды, діни бір дұрыс сенімді жеткізетін үлкен бір орталық болады деген үміттеміз. Енді жалпы дін мен дәстүрдің байланысы туралы осы таяу күндері ғана мүфтияттың өзінде Наурыз мерекесі тойланғанын білесіздер. Сіздер де осы мешіттің тарапынан дін мен дәстүрдің екеуінің аражігін, екеуінің байланысын насихаттау мақсатында қандай бір іс-шаралар болады? Сол жөнінде халыққа нені насихаттайсыздар, сол туралы айтып берсеңіз. Бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында өзінің бағыт бағдарлары бар. Биылғы жылды дін және отбасы құндылығы жылы деп жариялады. Сол төңіректе былтыр мысалы дін және дәстүр құндылығы жылы деп жарияланды. Дін мен дәстүр бағыты бар. Сол бойынша арнайы жоспарлар бекітілген. Соның ішінде біздің Ақмола облысы бойынша жақында ғана осы дін мен дәстүрді ұштастыратын бата беру сайысы өтті. Облыстық деңгейде әрбір ауданнан ақсақалдар, батагөй ақсақалдар келіп, баталарын беріп, сол бағытта сайыстар ұйымдастырылды. Аталар мектебі бар бізде, әжелер мектебі бар. Әжелер мектебімен кеше ғана мысалы жас қыздармен, келіншектермен кездесу өткізіп, оларға ақыл кеңестерін айтты. Ақсақалдармен де сондай кездесулер өтеді. Құрбан айт кезінде, ораза айт кезінде, осы Наурыз мейрамдары кезінде осы мешіттің аулаларында ұлттық ойындардан жаңағы сайыстар өткізіледі. Осының барлығы енді осы дін мен дәстүрдің бір ұштасқандығын көрсететін және мешіттің маңайында жасалып жатқан іс-шаралар ғой. Наурыз мерекесінде де мешіттің тарапынан ұйымдастырылды, иә? Ұйымдастырылады, иә. Ұйымдастырылды осы уақытқа дейін, иә. Қалалық мешіттерде болсын, аудандарда болсын, жаңа қазақша күрестен болсын, кейбір жерлерде мысалы аудандарда көкпарда ұйымдастырылып, ат жарыстар ұйымдастырылып, осының барлығы осы уақытқа дейін жасалып келген амалдар. Енді жалпы халықтың жаңа сауат деп жатырмыз ғой. Қазір енді адамдардың көбі діни мәліметті көбіне интернеттен алады, әлеуметтік желіден алады. Сіздердің аймақтарыңызда осылай діни мәлімет іздеген адам қандай сайттарда оқыған дұрыс? Мысалға мешіттер бар, сосын дін істері басқармасы бар дегендей. Иә, бізде жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан арнайы бекітілген сайттар бар. Әр өкілдіктің өзінің сайты бар. Біздің осы Ақмола облысы бойынша негізгі жаңалықтар, ақпараттар, мақалалар, бейне роликтар, дәрістер шығатын сайт ол насихат KZ сайтымыз бар. Негізгі сайтымыз бар, сайтымыз. Және насихат KZ деген әлеуметтік желіде Instagram парақшамыз бар, TikTokта парақшамыз бар. Насихат News деген өзіміздің парақшаларымыз бар. Сол жерден ақпараттар алса болады, және де сол жерде сұрақтар болса сол жерде қойса болады. Әрбір мешіттің өзінің әлеуметтік желілері бар. Бізде Көкшетау қаласында дін істер басқармасына қарасты орталықтар бар. Сол жердің өздерінің де теолог мамандары бар, білімді. Солардың да әлеуметтік желідегі парақшалары бар да, жеке парақшалары бар. Кіріп, сол жерден ақпарат алса болады. Енді мына әлеуметтік желідегі діни білім туралы айтып жатырмыз. Жалпы діни білімнің, діни сауат ашудың халық үшін маңызы қандай?
ол қаншалықты адамға керек, сол туралы бір айтып берсеңіз. Енді қалай болмасын, білім алу, қай жағынан болсын білім алу, ол адамның өзіне пайда береді, көзін ашады. Ал діни тұрғыдан білім алу, біріншіден ол адамның осы бір жалған дүниеде, осы дүниеде адаспауына бір кепіл болады, дұрыс білім алса. Дұрыс жерден, дұрыс орыннан білім алған болса, ол адаспайды, және де басқа біреуді адастырмайды. Басқа біреуді дұрыс емес жолға түсірмейді. Одан кейін білімнің негізгі пайдалары, ол енді мұсылман болғаннан кейін екі дүниеге де сенеміз ғой. Құдайдың алдына барған кезде де білімді адамның дәрежесі жоғары болады, қалай болмасын. Сосын қазіргі таңда енді көп жастарымыз, тіпті кейде бір үлкен жастағы аға әпкелеріміз де әлеуметтік желіде бір діни бір мәтін шықса, діни бір сайт шықса, соның барлығы дұрыс деп ойлайды. Андай не дейді ғой енді, розовый очкимен қарайды дейміз ғой. Бүкілі керемет. Бір хадис тұрса, бұл Құранның аяты деп жазылып тұрған болса, сол Құранның аяты, сен соған қарсы шығасың. Арабша жазу болса болды. Арабша жазу болса, мысалы, деген секілді, ол қасиетті болды деген секілді. Әлбетте Құранның аяттары бар, хадистер, бірақ әрқайсының өзінің қолданылатын орны бар, қолданылатын жері бар, қолданылатын уақыты бар. Оған қарамайды да, мына жерде осындай хадис жазылып тұр, болды, осылай істеу керек деп, сол нәрсені өзіне білім қылып қалды болады. Біз шындығында айтқымыз келетін дүние, бұл діни білім деген, ол өзінің негізі мамандарынан алыну керек. Шынымен терең білім, діни білім алғысы келсе, бізде Алматы қаласында Нұр Мүбарак университеті бар. Сол университетте барып оқып, 4 жыл оқима, магистратурасы бар, докторантурасы бар, сол жерін оқып, білім алса болады, терең білім. Және Қазақстанда бізде бірнеше медреселер бар. Медресе колледждер бар, ол жерде білікті, білімді ұстаздар бар. Солар үйретеді. Ал әлеуметтік желіде енді Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы тарапынан арнайы официально жұмыс жасап жатқан ұстаздар бар әлбетте. Қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, біз енді жақын арада бір естідік, онлайн институтты ұйымдастырғысы келіп жатыр. Өйткені кез келген адам барып оқи алмайды. Кешке қарай жұмыстан кейін бір оқығысы келеді, терең білім алғысы келеді. Ал әлеуметтік желі Инстаграмдағы кейбір адамдардың уағыздары, ол білім болмайды ғой. Ол тек қана насихат, әйтеуір бір жүрегіңді бір қуаттау, бір жарты сағат деген ұмытып қалуыңыз мүмкін. Ал білім деген ол жаңағындай адам шынымен де онымен ертең үкім шығара алатындай, өзі бір дұрыс бағыт бағдарда жүре алатындай болу керек. Сол үшін де осы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы тарапынан осындай бір жұмыстар жасалынады деген біз сөз естідік ұстаздарымыздан, басшылықтан. Алла жазса, жақын арада сол жүзеге асқан болса, өте халыққа бір пайдасын береді деген үміттеміз. Яғни адам діни білім алу үшін ең бірінші жас кезінен бастап бір мешітте сауат ашу керек бірінші, Әрине. Сауат ашқан дұрыс. Дұрыс. Одан кейін барып 3 жылдық медресе бар, егер білім алам десе елімізде. Одан кейін институт жаңағы не бар да, университет бар. Яғни біздің елімізде кезінде мысалы білесіздер, 90-шы жылдары діни білім аламыз деп басқа елге кетіп қалғандар болды. Қазір оған енді қажеттілік жоқ қой. Қазіргі таңда, Аллаға шүкір, енді елімізде осы дін саласында да үлкен профессор, докторлар бар. Терең меңгерген, терең егерген осы діни саланы. Қазіргі таңда ондай бір қажеттілік жоқ деп білеміз. Себебі, және өзіңіз айтқандай, мешіттердің өзінде жоғары білімді ұстаздар бар. Одан кейін медресе бар. Медреседе жаты оқимыз, оқисыз. Университетте жаңағы профессорлар бар дегендей. Сол үшін де қазіргі таңда егер шынымен терең діни білім алам деген адам болса, біз елімізден шықпай алса болады. 90-шы жылдар бәлкім бір қажеттілік болды ол кезде. Себебі шынымен де мамандар болмады, оқитын жерлер болмады, университет, медреселер болмады. Мешіттердің өзінде мысалы жаназа шығаратын имам болмады ғой, шыны керек. Сондай күндер болды ғой, кездер болды, имам таппай. Қазір Аллаға шүкір, қазіргі таңда жас мықты мамандарымыз бар. Яғни қазір біздің елімізден шықпай-ақ толыққанды діни маман болуға болады елімізде. Болады деп мен есептеймін, деп ойлаймын. Жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бір негізгі мақсаттарының бірі де сол ғой. Хазірет мүфтиіміз де бір сөзінде солай деп айтқан. Біздің жастарымыз, діни мамандарымыз осы елімізде толықтай білім алатын жағдай жасаймыз деп. Университеттерді, медреселердің де ашылуының мақсаты сол ғой. Жалпы осындай мені ескертулерге қарамастан, әлі күнге мектепті бітіре сала, басқа елге діни білім алам деп кетіп жатқандар бар негізі.
олардың енді мынау қазақи былай өзіміздің ұлтымызға сай дүниетанымы қалыптаспай тұрып басқа елге діни білім алуға баруының қандай қаупі бар? Енді үйді өзі салған кезде іргетасы дұрыс болмаса, шатырын қабырғасын қандай әдемі қылғаннан пайда жоқ қой. Ол бір кішкене сел болса, бір жел болса ұшып кетеді. Дәл солай біздің жастарымызға, осы діни білім алам деген жастарымызға біріншіден іргетасы ретінде, фундамент ретінде оларға осы жаңағы сан ғасырлардан бері бабаларымыз ұстанып келген дініміздің негіздерін, салтымызды, ғұрпымызды, дәстүріміздің негіздерін үйретіп, енді болмай оқимын мен, шетелге барып оқығым келеді деген балаларға солай беріп, сол білімді бергеннен кейін бірақ жіберсе ғана болады деп ойлаймын. Ол іргетасы берілмей, ол ан жаққа барады, ол қалай болмасын ол жақтың бір өркениетін, сол жақтың бір салтын, сол бір дәстүрін осы жаққа алып келеді ол. Түріктің болса Түркияныкін, араб болса арабтың, Европа болса Европаныкін. Сол үшін біздің өзіміздің бай құндылықтарымыз бар ғой. Соның барлығын бойына сіңіріп, соны үйренсе, иншалла ол қай жаққа барып білім алып келсе де, ол келгеннен кейін ел үшін, жұрт үшін, халық үшін, дін үшін қызмет ететін жанашыр азамат болады. Енді осы ұлттық бір дүниетанымы қалыптаспай тұрып кеткендердің ішінде келгеннен кейін біздің дәстүрімізді мансұқтағандар бар ішінде. Мысалға домбыра харам деп жатыр біреулер, иә. Басқа да біздің салт дәстүрлерімізді жаңа бұл ширк деп жатыр, бұрын жаңа бидғат деп жатыр деген сияқты. Осының алдын алу үшін не істеу керек? Жалпы енді біздің салтымызды, ғұрпымызды, құндылықтарымызды жоққа шығарғысы келетін адамдар көп қой. Ол тек қана бір діни тұрғыдан ғана емес, басқа да көзқараспен қарасаңыздар, бір заманауи Европаға еліктеген кейбір жастардың өзі, кейбір адамдардың өзі осы дүниені жоққа шығарғысы келеді. Діни тұрғыдан да ондай топтар бар, ондай адамдар бар, жекелеген адамдар бар. Әлбетте ол бір ұлт үшін, халқымыз үшін өте қауіпті. Себебі жаңағындай кейбірлер домбыраны арам деп. Әлбетте өлеңнің естісі бар, есері бар деген ғой. Яғни, егер де біз домбырамен дінге шақырса, Құдайдың жалғыздығына, ата-анаға құрмет, көршімен жақсы болу, үлкенге құрмет, кішіге ізет, жаңағындай тәрбиелік дүниелер айтылған болса, оны не үшін біз харам дейміз? Керісінше дініміз оны мақұлдаған, оған шақырған. Сол кезде бұрынғы аталарымыз жаңа терме айтқан, жырлар айтқан, оның барын домбырамен айтқан. Сол жырлардың, термелердің мазмұнын қарасаңыз, оның бары тұнып тұрған тәрбие, тұнып тұрған жақсылық. Сол үшін де ондайға берілген адамдар болса, олармен шынымен де үлкен жұмыс жасау керек деп білеміз. Оған негізі құндылықтарды, діннің негіздерін, салтымыздың, дәстүріміздің негіздерін түсіндіру керек деп білеміз. Себебі ол адамдардың көбісі, жаңа домбыра харам, анау харам, мынау харам деген адамдардың көбісі діни фанатизмға, буквализмға беріліп кеткен адамдар дейміз. Діни бір текст қарайды да, болды солай болу керек деп ойлайды. Ал оның астарлы мағынасы қандай? Ғалымдар оған қатысты не деп айтқан? Заманауи ғалымдар, бұрынғы ғалымдар не деп айтқан? Бұл елдің ғалымдары не деп айтқан деген дүние қарамайды, өкінішке орай. Соның салдарына жаңағындай бір білімсіз бір пәтуалар, білімсіз бір үкімдер шығып кетіп жатыр. Өкінішке орай. Біздің еліміз дінаралық, ұлтаралық татулығымен көпке танылған. Жақында ғана Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығына байланысты үлкен іс-шара болды, президентіміз сөз сөйледі. Сол жерде еліміздегі ұлттардың арасында татулық жөнінде айтылды. Діни тұрғыда, жалпы еліміздегі дінаралық татулық келісім туралы, соны ислами тұрғыда өзіңіздің пікіріңізді білдірсеңіз. Жалпы әлбетте кез келген ой, кез келген пікір ол құрметке лайықты ғой. Қандай болмайсыз, кез келген дін құрметке лайықты. Әрбір адамның өзінің ойы бар, ұстанымы бар, өзінің бір пікірі бар дегендей. Ислам діні тұрғысынан басқа дін өкілдеріне қатысты әрдайым құрмет көрсетуге шақырады. Пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, Меккеден Мединаға көшіп келген кезде ең алғаш сол жерде ислам мемлекеті қалыптаса бастады. Пайғамбарымыз сол жердің басшысы болды. Оның қол астында мұсылмандары да болды, мұсылман еместері де болды. Тіпті ғалымдарымыз айтады, сол кездегі мұсылман еместердің дейді, құқықтары мұсылмандарға қарағанда жоғарырақ болғандай болды дейді. Оларды қорғау мұсылмандарға міндет болды. Оларға зиян тигізбеу, олармен сауда жасаған кезде әділ жасау,
оларды балағаттамау деген секілді оларды мысалы дініміз қорғап қойған. Қазіргі қоғамда да біз Аллаға шүкір Қазақстанымыз бұл көп ұлтты, көп дінді мемлекет қой. Сол үшін де біз мұсылман ретінде басқа дін өкіліне біз құрметпен қарау керекпіз, қалай болмасын. Құрметпен қарауға дініміз шақырады соған. Пайғамбарымыз да соны жасаған. Одан кейінгі халифтерді, біздің аталарымыз да соны жасаған. Басқа жаңағы ашаршылық туралы фильмдер шығып жатыр ғой қазір. Кезінде мысалы басқа елдерден, басқа дін өкілдерін, басқа ұлт өкілдерін елімізге әкелген кезде жұмыс істеп жатқан әйелдерге жаңа құрт лақтырып, тас секілді қылып, аналар азық болсын, көмек болсын деп, оның ұлты не, түрі қандай, діні қандай, салты қандай деп қарамаған. Адам ретінде оны құрметтей білген. Бұл осы бабаларымыз ұстанып келген жолы, осы мұсылманшылық жолы, қазақилық жолы деп білеміз. Ұлан мырза, бүгін арнайы уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңіз үшін рахмет. Сізге де көп рахмет. Қош сау болыңыздар.